Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары videoni bosamiz turib arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. Janibek Alimxonulu 3 tujurum bo'yicha Alim chempioni atanu uchun jekpejek o'tkazbek. Janibek Alimxonulu men Carlos Adames 19-shildada birikkan jekpejek o'tkazuvi mumkin. Bruch Boxing жағдайды tushuntirdi deb xabarlaydi. Sarshanba kuni X burungi Twitter әлеуметтік желісіндегі танымалы Bruch Boxing аккаунты орта салмақтағы әлем чемпиондары қазақстандық WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы Janibek Alimxonulu мен WBS белбеуі иегері доминикалық Карлос Адамес арасындағы өтуі мүмкін біріккен жекпе-жек қатысты тараған ақпараттарға пікір білдірді. Bir qatar дерек сөздер сүйенсек, бұл жекпе-жек 19-шілдеде өтуі мүмкін, бірақ ақпарат ресми түрде расталғаны жоқ. Автордың айтуынша, бұл кездесуге деген қызығушылық Адамеске қатысты болған біраз оқиғалардан кейін ары түсті. 2025 жылдың ақпан айында Адамес Сауд Арабиясының ұшуға тырысқан, қиындыққа тап болған еді. Спортшының бұл елге кіруі тыйым салынғаны үшін ұшаққа отырғызудан бас тартты. Бұл туралы боксшы X желісінде мәлімдеді. Ал Janibek бұл жағдайда мысқылымен күліп, күлетін эмоция жариялап, жанкүйерлері арасында түрлі реакция тудырған болатын. Кейіннен Адамес пен британдық Хамза Шираз арасындағы жекпе-жек өтті және тең нәтижемен аяқталды. Осылайша доминикандық боксшы өз белбеуін сақтап қалды. Ал Janibek бұл кездесуден кейін әлеуметтік біріктіруге келісетіндігіне күмән келтіріп, әлеуметтік желіде бәрі бұрынғыша чемпиондар қашып жүр деген мағынада жазба қалдырды. Сол себепті орта салмақтағы 3 титул үшін болатын бұл мега жекпе-жек қызығушылық артқанымен оның нақты күні мен орны туралы ресми ақпарат әлі жоқ. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.